Бәріңе сәлем, құрметті оқушылар. Бүгін бізде кезекті тақырыбымыз шеңбер. Өздерің байқағандай, бүгін бізде шеңбер және дөңгелек. Осы жерде бірден айта кетейік, шеңбер мен дөңгелектің қандай айырмашылығы бар, балалар. Дөңгелек деген ол іші бос емес. Былайша оның геометриялық ережесі жазықтықтың шеңбермен шектелген бөлігі дөңгелек деп аталады. Яғни какой-то бір жазықтық бар, соны сендер шеңбермен шектейтін болсаңдар, онда ол сендерде дөңгелек болады. Ал шеңбер деген ол іші пустой. Ол просто мынаның сырты. Анау гимнастикамен айналысатындар кольцо айналдырады ғой, сол кольцо ол шеңбер. Ал егер сендер жеп жүрген пиццаны алатын болсақ, ол уже сендерде дөңгелек та, өйткені пиццаның іші бар да оның. Ал бана кольцоның немесе кәдімгі жүзіктің қарайтын болсаңдар, оның іші пустой. Яғни ол шеңбер, ал дөңгелектің айырмашылығы оның ішінде какой-то бір зат болады, иә, ал шеңберде болмайды. Ал енді осы жерде енді кішкене бір сауаттылық жағынан қарастыратын болсақ, негізі шеңбердің ауданы болмайды, балалар, себебі оның ішінде ешқандай объекті жоқ, оның ішінде ешқандай зат жоқ, сондықтан оның ауданы табылмайды. Вот дөңгелектің ауданы табылады. То есть дөңгелектің ауданы болады, шеңбердің ауданы болмайды. Бірақ енді бұл ұбт деңгейінде қайсының ауданы болады, қайсының ауданы болмайды деп сұрамайды сіздерден, әрине, просто сіздерге кішкене сауаттылық ретінде айтып өтіп жатырмын. В будущем, алдағы уақытта өздеріңіз біле жүріңіздер. Так, енді мына жерде байқағандарыңызда екеуінің айырмашылығын көрсетіп қойдық. Аудан табуды білесіздер, иә, пи квадрат ауданды қалай табылатын шеңбердің. Шеңбердің ұзындығы дейтін болсақ, онда 2 пиермен табуға болады, және де диаметрі айтылған кезде радиусты табу алатын болсақ, табуымыз үшін не істейміз? Сол диаметрдің ұзындығын 2-ге бөледі екенбіз. Сол кезде бізде не болады екен? Радиус шығады екен. Енді бұның барлығы өздерің білетін, ешқандай бір бас ауыртпайтын тақырыптар. Енді мына жерде оң жағына қарайтын болсақ, элементтер деп жазып қойдым. Яғни бұл жерде қиюшы деген элемент бар, жанама дейтін элементі бар, радиус пен диаметрді білеміз, хорда бар, доға бар, және де бізде балалар сегмент пен сектор бар, оларды қазір айта кетемін. Так вот, енді осы жерде балалар хорда дегеніміз не? Соған тоқталайық. Хорда дегеніміз ол шеңбердің кез келген екі нүктесін қосатын кесінді. Я, бұл кесінді, яғни кез келген екі нүктесін қосасыздар. Ал енді хорда мен диаметрдің не айырмашылығы бар? Диаметр ол бізде шеңбердің кез келген екі нүктесін центр арқылы қосады. Ал хордаға бәрібір. Ол центрмен де қосып тастауы мүмкін, центрсіз де қоса беруі мүмкін. То есть оған, в принципе, разница жоқ. То есть былайша айтқанда, ең ұзын хорда диаметр дегенде ұғым бар, балалар. Ең ұзын хорда ол диаметр. Енді, то есть хорда не екен? Шеңбердің кез келген нүктесін, екі нүктесін қосатын кесінді. Центрсіз қосады, центрмен де қоса беріп, бірақ енді центрмен қосқанда көбіне хорда деп айтпайды. Ал енді диаметр дегеніміз шеңбердің кез келген екі нүктесін центрмен ғана қосатын кесінді. То есть кез келген екі нүктені центр арқылы қосады. Хорда центрсіз любой жерде қоса береді. Ал енді радиус дегеніміз ол диаметрдің жартысы, оны білесіздер. Шеңбердің кез келген бір нүктесін центрмен қосады. Ал диаметр ол екі нүктені центрмен байланыстырады. Енді қиюшы дегеніміз, балалар, ол түзу. Шеңбердің кез келген екі нүктесі арқылы өтетін түзу. То есть хорда ол шеңбердің кез келген екі нүктесін қосатын кесінді. Ал қиюшы ол кез келген екі нүктені қосатын түзу. Ұмытып қалмаңыздар. Келесі, доға. Доға дегеніміз, балалар, қалай айтсам екен, бұрыш. Мағынасы просто бұрыш, яғни арк. Естеріңізде болса, мен сіздерге тригонометрияны өткен кезде айтқанмын, балалар, арк дегеніміз ол доға немесе бұрыш деп аударылады деген секілді. Яғни доғаның ағылшыншасы арк, былайша айтқанда арка ғой. Арка дегенді естіген шығарсыздар, кәдімгі қолданыста айтылады өмірде. Арка деген сонда не екен? Андай иілу, яғни доға, яғни бұрыш ол. Жақсы, енді жанама дегеніміз шеңбердің кез келген бір нүктесі арқылы өтетін түзу. Шеңбердің кез келген бір нүктесі арқылы түзу өтеді, сол бізде не болады? Ол жанама болады екен, балалар. В принципе, барлық маңызды деген элементтерді айтып өттік, балалар. Центрді енді айтпаса да түсінікті не екені. Енді, балалар, бізде бұрыштар бар, содан кейін барып бана сегмент пен секторге ораламыз. Енді, балалар, бұрыштар бізде ең маңызды ұлттық бірыңғай тестілеуде прям оқушыларды қинайтын деген бұрыштар ол центрлік бұрыш пен ішкі бұрыш. Центрлік бұрыш дегеніміз шеңбердің центріне барып қадалады. Байқасаңдар, мына жерде қазір мен оны маркермен үстін бояйын. Міне, сарымен боядым. Осы бізде, балалар, центрлік бұрыш. Байқасаңдар, шеңбердің центріне қадалып тұр. Ал ішкі бұрыш дегеніміз ол шеңбердің мынау ішінде кез келген жерде орналасады. Шеңбердің ішінде кез келген жерінде, яғни кез келген нүктесінде. Былайша айтқанда ол міне бізде мына жерде тұр. Ал енді мына ережені ұмытып қалмаңдар. Центрлік бұрыш ішкі бұрыштан всегда 2 есе үлкен болады. Міндетті түрде. Бұны жаттап алыңыздар. Яғни мысалға қазір айтайық, мына жеріміз бізде 60 градус деп берсе, демек мынау 120 градус деген сөз. Яғни центрлік бұрыш ол үлкен болады.
центрлік бұрыш ішкі бұрыштан 2 есе үлкен болады. Так, давайте кеттік енді. Так, давайте енді доғаға қатысты айта салайық. Бағана доғаны айттық қой. Енді балалар қараңдар, мысалға мына жер 120 градус болатын болса, так, қазір мен кішкене маркерді үлкейтейін. Онда бізде балалар мына бөлікте 120 градус болады екен. Міне, доғаның ұзындығы да 120 градус болады. Бұны да біле жүргендеріңіз абзал. Доғаның ұзындығын табуға болады балалар, и доғаның градустық бұрышын табуға болады. Оны қазір есеп барысында толығымен тоқталамыз. Келесі, енді балалар бұрыштарға қатысты мына жерде балалар өте көп қолданылатын теоремалар бар. Мектеп программасында, яғни ұлттық бірыңғай тестілеуде қолданатын. Бір доғаны керетін ішкі бұрыштар тең. Яғни бір доғаны керетін ішкі бұрыштар дегеніміз міне. Доға дегеніміз міне. Бұны қандай ішкі бұрыштар керіп тұр? Міне қазір мынау керіп тұр балалар. Одан кейін міне мына ішкі бұрыш керіп тұр. Яғни мына ішкі бұрыш. Байқасаңдар, мынау осы үшеуі бір доғаны керіп тұр міне. Мына доғаны керіп тұр бізде. Енді осы үшеуінің де градустық өлшемдері бірдей болады. Мынау 30 градус болса, мынау да 30 градус, мынау да 30 градус. Просто пример ретінде айтып жатырмын, бұл 30 градус қатып қалған осындай бір ереже деп жатқан жоқпын балалар. Просто пример. Мысалы, біреу 15 градус болса, қалған екеуі де 15 градус деген секілді. Ол не только үш ішкі бұрыш, жалпы мысалға мына жерде қазір біз тағы да былайынан бүйтіп мынандай ішкі бұрыш салсақ, бұның да градустық өлшем 15 градус болады. То есть ереже қандай? Бір доғаны керетін ішкі бұрыштар всегда тең болады. Бір доғаны керетін. Және келесі, бізде балалар диаметрді керетін ішкі бұрыштар болады. Диаметрді керетін ішкі бұрыштар. Ол міне екінші суретте қазір мына жерде көрсетілген. Бұл жерде міне диаметр міне мынау тұр. Енді осыны керіп тұрған ішкі бұрыштар міне мынау. Байқасаңдар, бұлар балалар тік бұрыш болады. Всегда шеңбердің барлық есебінде. Яғни диаметрді керетін ішкі бұрыштар перпендикуляр болады, яғни 90 градус болады екен. Келесі, хорданың екі бөлігінде жатқан ішкі бұрыштар. Яғни, мына хорда болады ғой, осы хорданы екі бөлігінен керуге болады. Үстіңгі бөлігінен, астыңғы бөлігінен, міне, қазір көрсетейін. Мына бөлікпен керуге болады, және де мына жерден керуге болады. Осы екі бұрыштың қосындысы бізде балалар 180 градусты береді, ұмытып қалмаңыздар. Яғни, бұл не только былайынан орналасу үшін балалар, мысалы сіздерде бүйтіп, мынау бүйтіп, мына жерде мысалға альфа болуы мүмкін, мына жер мысалы сіздерде бетта болуы мүмкін. Мынау хорда. Осы хорданы екі ішкі бұрыш керіп тұр, екі бөлігінен, оң жағынан, сол жағынан, немесе астынан үстінен. Осы екеуі балалар қосындысы 180 градусы беру керек. Яғни хорданың екі бөлігінде жатқан ішкі бұрыштардың қосындысы 180 градусы береді. Ал енді мына хорда болатын болса, бұл хорданы, бағана біз айттық қой, бұл хорданың бүйтіп бір бөлігінде жататын болса ішкі бұрыштар, онда бұлар өзара тең болады екен. Ұмытып қалмаңыздар. Яғни хорданың бір бөлігінде ішкі бұрыштар жататын болса, онда олар тең. Хорданың екі бөлігінде ішкі бұрыштар жататын болса, онда олардың қосындысы 180 градусқа тең болады. Мына теорема ол бағана доғаға да ұқсайды балалар. Бағана біз айттық қой, бір доғаны керетін дедік. Енді бізге доға жасау үшін міндетті түрде хорда керек болады. Ну, короче айтқанда, екеуі синоним теоремалар, екеуі бірдей, в принципе. Так, яғни мына ережелерді білулеріңіз керек. Келесі балалар, бізде енді бағана хорда. Қазір формуласын қорытамыз. Қараңдар, хорда дегеніміз, қазір үстін сарымен басайын балалар. Міне, мынау бізде балалар хорда, яғни шеңбердің кез келген екі нүктесін қосатын кесінді. Центрсіз қосатын кесінді. Ал енді біз осы хорданың балалар ұзындығын табамыз. L тең 2R синус альфа, ал бағана доға болатын болса, ладно, доға сосын тоқталам, пока асықпай қойық. Ал енді балалар, біз мынау не еді жаңа айтып жатқанымыз? Хорданың ұзындығын қалай табамыз? Бұл жерде L тең 2R синус альфа дейтін формуланы жазып қойдық. Бұл қайдан шықты? Өздерің білетін синустар теоремасы бар балалар. Яғни мысал қараңдар, қазір мен мынаны бүйтіп бояйын. Так. Міне. Мына үш бұрышқа қараймыз. Осы үш бұрышта бізде альфа дейтін бұрышы бар. Мынауымыз бізде хорда балалар. Демек, біз синустар теоремасын жаза аламыз ғой. L бөлінген синус альфа тең болады 2 еселенген радиус. Үшбұрыштар тақырыбын ұмытып қалмадыңыздар деген ойдамын. Біз сол кезде айтып өткенбіз синустар теоремасы туралы. L бөлінген синус альфа дегеніміз ол 2 еселенген радиусқа тең. Осы жерден енді L-дің ұзындығын табатын болсақ, 2R синус альфа шығады. Яғни міне.
формуланың қорытылу жолы балалар. Бұл қаяқтан шығады екен? Бұл синустар теоремасынан шығады екен. То есть жаттап қажет жоқ балалар. Мына үшбұрышқа қарайсыздар, мына жерде какой-то альфа айтылады, осы альфаға сәйкес келетін мына қабырғаның ұзындығын қалай табамыз? Мына жерде радиустар болады. Ол кезде осы 2r синус альфа дейтін формуланы қолданады екенсіздер. Мына екеуі балалар радиус екенін ұмытып қалмаңдар. Так, кеттік. Енді хорданың қасиеттері балалар, тең хордалар тең доғаны кереді дейді. Яғни бірінші сурет балалар, міне, мынау. Тең хордалар тең доғаны кереді. Мысалға, мынау бізде қазір мен сарымен басайын үстін. Міне мынау бір хорда, мынау екінші хорда, мына жерде тұрған. Енді осы екеуінің ұзындықтары тең болатын болса, сәйкесінше олардың мына доғаларының да өлшемдері бірдей болады. Бұның өлшемдері бірдей болады. Келесі, тең хордалар центрден бірдей қашықтықта жатады. Мысалға, мына хорда мен мына хорда тең, мынаның центрден ара қашықтығы 5-ке тең болатын болса, демек мына хорданыкі де 5-ке тең болады екен. Яғни тең хордалар центрден тең қашықтықта жатады. Келесі ол бізде балалар такс. Параллель хордалар арасындағы доғалар өзара тең. Яғни параллель, мына қайда кетті? Такс. Мынау, қазір болмаса сарымен көрсетейін, міне мынау. Екеуі балалар бізде параллель. Сәйкесінше, бұл екеуі параллель хорда болатын болса, арасындағы доғалары дегеніміз міне мынау және де міне мынау. Осы екеуі тең болады. Осы екі доғаның өлшемдері тең болады балалар. Келесі, егер де балалар бізде хорданы диаметр бөлетін болса, онда олар біріншіден 90 градус жасайды, ұмытып қалмаңдар, және екіншіден то есть не айтып жаттық? Екіншіден олар балалар бізде не істейді екен? Хорданы теңге екі бөлікке бөліп жібереді екен. Яғни мысалға, мынау бізде қазір ДО дегеніміз балалар диаметр, ал АБ дегеніміз ол бізде хорда болып тұр балалар, хорда. Ал енді міне диаметріміз бізде қазір перпендикуляр қиып тұр ғой хорданы. Демек, бұл жерде не болады екен? 90 градусқа бөлініп қиылады. 90 градус емес, 90 градус жасайды, бірақ теңдей бөлінеді. Бізге ең маңызды ереже балалар, просто мынаны жаттап алыңыздар. Егер хорданы радиус немесе диаметр бөлетін болса, онда теңге екі бөлікке бөледі. Міндетті түрде барлық есепте теңге екі бөлікке бөліп тастайды. Келесі, хордалар қиылысу барысында өз ара бөліктерге бөлінеді. Мысалы, екі хорда, қай сурет ол? 1, 2, 3, 4, 5-ші сурет балалар. Мына хордалар қиылысу барысында бөліктерге бөлінеді. Және де осы бөліктердің көбейтіндісі өзара тең болады. Яғни мысалға мына жерге мен жазып қойдым. AQ-дің QB-ға көбейтіндісі SQ-дің QD-ға көбейтіндісіне тең. То есть мына AQ дегеніміз мына жер. Оны біз QB-ға көбейтсек, осы көбейтінді мына бөлікке де тең болады. Мынау мен мынаның көбейтіндісіне. Яғни SQ мен QD-ның көбейтіндісіне. Қазір бұған есептер шығарамыз. Қазір просто сіздерге айтып жатқаным бір таныстырып өтіп жатырмын. Қай теорема не үшін қолданылып жатқан. Одан бөлек, хорда ұзарған сайын центрге жақындайды. Мынау енді қатты бір бесполезно, по идее. Қатты бір маңызы жоқ, бастарыңда ортақ қойсаңдар болады. Логично ол бір жағы. Центрге жақындаған сайын ол ұзара береді. Неге? Себебі бағана біз айттық. Ең ұзын хорда ол диаметр дедік. Яғни мынаған жақындаған сайын, сәйкесінше біздің хорданың да ұзындығы не істей береді? Ұзара береді. Яғни центрге жақындаған сайын. Доғаның қасиеттері деп 2 пи альфа бөлі 180 градус дегенді жазып қойдық. Бұл қайдан шықты балалар? Жалпы L дегеніміз доға 2 пи альфа 180 градус. Енді балалар қараңдар. Біз мынау доғаның градустық өлшемі бар емес па? Осыны қалай табамыз? Яғни бұрышы берілген кезде доғаның ұзындығын қалай табамыз деп айтайын. Доғаның ұзындығын қалай табамыз? Доғаның бағана айттым ғой, ұзындығы болады дедім, және де оның бұрышы болады дедім. Мына жерде альфа деп бұрышы бізге айтылса, міндетті түрде ол айтылады, егер ұзындықты сұрайтын болса. Оны табу үшін балалар біз форманы қорытайық. Жалпы шеңбердің ұзындығының формуласы қандай еді? Шеңбердің ұзындығының формуласы ол 2 пи р еді, 2 пи р. Жалпы мынау толық шеңбердікі. Ал енді бұл толық шеңбер қанша градусты құрайды? Бұл 360 градусты құрайды. Яғни 2 пи р дегеніміз ол 360 градустық шеңберге қатысты. Ал енді біз альфа градус үшін ұзындықты қалай табамыз? Какой-то бір альфа дейтін градус үшін ұзындықты қалай табамыз? Бітті, осы жерден пропорциямен шығарып аламыз. Яғни L тең болады. Қарама-қайшылық көбейтеміз 2 пи р альфа бөлінген 360 градус. 360 пен 2-ні қысқартамыз. Пи р альфа, мына жерде R қалып кетіпті. Пи р альфа бөлінген 180 градус.
То есть балалар, мына ережені жаттап алыңдаршы, и все. Міне екі пер, яғни бұл кәдімгі өздерің білетін, мынау 7-ші сыныптан бастап жаттап алған формулалардың екі пер шеңбердің ұзындығының формуласы. Енді бұл толық шеңбердің ұзындығын табасыздар ғой сіздер. Толық шеңбердің ұзындығы қаншаға тең? Ол 360 градусқа тең. Ал енді ол 360 градусқа тең болса, енді біз соның какой-то бір бөлігінің ұзындығын қалай табамыз? Яғни какой-то альфа бұрышының ұзындығын қалай табамыз? Вот осы пропорцияны қолдану арқылы сіздер форманы қорытып шығарып аласыздар. Пер альфа бөлінген 180 градус. Давайте кеттік. Енді ол уже секторға келіп біз. Так, қазір бірден айта кетейін. Балалар, мына жерде доғаның градустық өлшемі. Мынау балалар бізде не еді? Бұл бізде ішкі бұрыш еді. Ішкі бұрыш. Ішкі бұрыш қанша болса, доға сонша. Ішкі бұрыш 60 градус десе, онда доғаның да градустық өлшемі 60 градус болады. Осыны ұмытып қалмаңдар. Так, енді давайте кеттік. Сектор. Сектор дегеніміз балалар, қазір мына жерде көкпен ерекше көрсетіліп тұр. Сол сіздерде сектор. Енді оның ауданы пер квадрат альфа бөлінген 360 градус. Бұл қайдан шығады? Бұл да дәл бағанағы доғаның ұзындығын қалай қорытып алдық, тура солай қорытып алсақ болады. То есть біз жалпы шеңбердің ауданын жазайық. Жалпы шеңбер пер квадрат. Жалпы шеңбердің ауданы пер квадрат. Бұл қанша градус үшін еді? Бұл бізде 360 градус үшін еді. Ал енді біз соның какой-то бір альфа градусына ауданын қалай табамыз? Былайша айтқанда, мынаның ауданы ол пер квадрат градустық өлшемі 360 градус. Ал енді мен осының какой-то бір альфа бұрышына ауданды қалай табам? Яғни пропорциямен ала салады екенбіз. Осы жерден енді s-ті табатын болсақ, сәйкесінше пер квадрат альфа бөлінген 360 градус шығады екен оқушылар. Міне формуланың қорытылуы осы. Яғни просто пропорциямен шығарып аласыздар. Шеңбердің 360 градус екенін білулеріңіз керек, және де ауданы пер квадратпен табылатын білулеріңіз керек. Енді оны сіздер білесіздер деген ойдамын. Келесі сегмент. Енді балалар, сегмент дегеніміз ол мына жер. Қазір қара штрихпен көрсетіп жатырмын. Тек осы жер ғана бізде сегмент. Көп оқушылар сегмент пен секторды шатастырады. Енді кейде андай қылып бір түсіндіретіндер болады. Сегмент деген пиццаның наны болады ғой, сол жерлер сіздерде сегмент. Енді білмеймін, енді кейбір оқушылар жаттау үшін сөйтіп ассоциация жасап алады. Пиццаның наны болатын жер ғой, соны сегмент деп жаттасаңыздар болады. Енді бұның ауданын қалай табамыз? Жалпы оның ауданы мына формамен табылады. Пер квадрат альфа бөлінген 360 градус азайтылған 2-ден 1 r квадрат синус альфа. Енді балалар қараңыздар, мына екеуі ол сіздерде радиус, ол екеуі сіздерде радиус. Ал енді балалар, мен мына үшбұрыштың ауданын қалай табам? То есть қараңыздар, біз бірінші қалай табуымыз керек, соған тоқталайық. Мынау қарамен боялған, мына қарамен штрихталған сегменттің ауданын қалай табам? Мен ол үшін мына сектор бар емес па? Мына сектор. Осы сектордың ауданынан мына үшбұрыштың ауданын алып тастасам, онда менде тек қана сегмент қалмай ма? Вот тура соны біз формула тілінде жазамыз қазір. Енді давайте соны жазайық. Ең бірінші ол сегмент емес сектордың ауданы. Сектордың ауданы балалар бағана біз қорытып алдық, пер квадрат альфа бөлінген 360 градус. Ол қазір мына жер балалар. Біз енді осы жерден мына үшбұрыштың ауданын алып тастаймыз. Ал енді бұл үшбұрыштың ауданын қалай табамыз? Мына қабырға радиус, мына қабырға тоже радиус болып тұр, ортасында альфа міндетті түрде беріледі балалар. Сонда осы үшбұрыштың мына көкпен штрихталған үшбұрыштың ауданын қалай табамыз? Біз оны үшбұрыштар тарауында қарастырғанбыз. 1 бөлінген 2 АБ синус альфа дейтін формула бар балалар. Яғни екі қабырғасын көбейтіп, ортасындағы бұрыштың синусына көбейтетінбіз, және де соны 2-ден 1-ге көбейтеміз. То есть енді бізде АБ деп жазайық десек, оның қабырғалары не болып тұр балалар? R болып тұр. Сонда R мен R-ді көбейтеміз, бізде не шығады? R квадрат синус альфа шығады. Вот R квадрат синус альфа міне. Все бітті балалар. Осымен біз сегменттің ауданын қорыттық. Жанама. Бір нүктеден шыққан екі жанама тең болады деп жазыппыз. Яғни бұны біз үшбұрыштар есебінде де айтып өткенбіз балалар. Бір нүктеден шыққан екі жанама. Мысалға мына арақашықтық 5 десе, онда мына арақашықтықта 5. Неге? Себебі олар бір нүктеден басталып тұр и бір шеңберге кетіп барады. Сондықтан да бұл екеуінің ұзындықтары бірдей болады. Келесі. Стоп. Жанамалардың қиылысу нүктесі және шеңбердің центрі арқылы жүргізілген түзу жанама бұрышының бисектрисасы болады деппіз. Яғни, міне, қазір мына қызылмен көрсетілген. Осы түзу бұл қай нүктелер арқылы өтіп жатыр? Ол шеңбердің центрі арқылы және де мына екі жанаманың қиылысуы арқылы кетіп жатыр. Көрдіңіздер ме?
кешірім сұраймыз, жанамалардың қиылысу нүктесі мен шеңбердің центрі арқылы өткен түзу осы жанамалардың бұрышының биссектрисасы болады. Міне бізде екі жанама бар, сәйкесінше бұлардың арасында какой-то бір бұрыш болады. Осы бұрыштың биссектрисасы балар не болады екен? Бізде мынау қызыл сызық болады екен. Міне мынау. Все, енді келесі радиус жанамаға перпендикуляр түседі. Бұнаны білулеріңіз керек. Бұны біз көп жерде қолданамыз балалар. Ереже қатты қиын емес. Яғни жанама болады сіздерде, какой-то жанама. Ол не только екі жанама, бір жанама болса да, үш жанама болса да, разница жоқ. Әйтеуір жанама. Осы жанамаға сіздер радиус жүргізсеңіздер, мысалға міне мына жанаманы алдық, радиус жүргіземіз, ол міндетті түрде 90 градусты құрап түседі. Барлық есепте, барлық жағдайда балалар. Все, давайте кеттік. Енді қиюшы. Мына жерде енді Асанабад дейтін формула бар. Жаттап алу үшін Асанабад деп жаттасаңыздар болады. Адамның аттарына ұқсастар. Енді балалар, бұл жерде міне қиюшының мына бөліктерінің көбейтінділері тең болады. Мысалға, мына бөлік 6 болсын, жалпы мына ұзындық 9 болса, онда міне 6 көбейтілген 9 тең болады. Мына бөлік y общий x болсын, онда ол y пен x-ін көбейтіндісіне тең деген секілді, иә? Формуланың қолданыс аясы осылай болады балалар. Бұны да біле жүріңіздер. Так, қазір өлшеп. Жалпы формуласы осы балалар. Бұл негізі үшбұрыштардың ұқсастықтары дейтін тақырыптан келеді. Енді қазір оны мен қорытып айтпай қойын, сіздердің миыларыңызды ашытпай қойын, онысы да біраз формуламен қазір миыларыңыз ашып жатқан шығар. Қиюшы GF-тің квадраты GD мен GC-дің көбейтіндісіне тең. Бұл жерде балалар біреуі қиюшы, біреуі жанама. То есть мына жер ол сіздерде жанама болып тұр балалар. Так. Міне мынау жанама балалар. Ал мынау ол түсінікті, қиюшы, яғни шеңберді қиып өтіп жатыр. Енді осы жерде жанаманың квадраты ол мынау қиюшының бөліктерінің көбейтіндісіне тең болады. Яғни GD мен мына жер мен мына жердің көбейтіндісі. Мынаған ұқсайды балалар. Просто бұл жерде бір бетінде не тұрады? Жанама тұрады екен. Келесі, енді балалар қосымша бұрыштар деп енгізіп қойдым. Мына нәрселерді білулеріңіз керек. Бұлар өте маңызды формулалар. Кейбір күрделі дейтін есептер осы қасиеттермен шығып кетеді. Енді оны біз қалай шығарамыз? Енді балалар қараңдар, сендерден не нәрсе сұрау мүмкін? Мынандай екі доғаның градустық өлшемдерін береді. Альфа, бета, яғни 30 градус, 60 градус деген секілді. И арасындағы бұрышын сұрау мүмкін. Міне x бұрыш. X бұрышты қалай табады екенбіз? Альфа мен бетаны қосып екіге бөліп анықтайды екенбіз. Сол кезде бізде не шығады екен балалар? Осы x бұрышы шығады екен. Так, келесі. Мына формулаға есеп мен өзім жеке көрмедім. Бар демесе жоқ деп айта алмаймын, бірақ енді біле жүріңіздер, оны да қарастырып қалуларыңыз мүмкін. Но до этого мен бұған қатысты формулаларды, есептерді көрген жоқпын. Бұл жерде міне қиюшымен, хордамен жанама. Хордамен жанаманың арасында бұрышты табу үшін біз осы хорданың керіп тұрған доғасын екіге бөледі екенбіз. Яғни мына гамманы табу үшін мына альфаны, яғни альфа дегеніміз міне мына жер, осыны екіге бөледі екенбіз оқушылар. Все, осындай әдемі есеп. То есть формула. Келесі, мынау енді где-то бір 80% қиын оқушыларды қинайтын есеп осы формамен шығады. Яғни бұл жерде сіздерде мынау жанаманың мына бұрышы айтылады, айтылмайды, осын сұрайды сіздерден. Мына екеуін беру мүмкін. Мына доға и мына доға. Осы екенің ұзындығын береді. Оны қиюшымен де беріп тастауы мүмкін. Короче, сызба осыған ұқсайтын болса, балалар мына формуламен шығарасыздар. Осы формула барлығына ортақ. Кейде мынаны қиюшымен де береді былайынан. Дәл осындай формула, типа мына жерден, то есть мына жердегі доғадан мына доғаны алып тастайсыздар. Қазір қызылмен көрсетейін. Қарадан қызылды алып тастап екіге бөлесіздер, сол кезде сіздерде арасында бұрыш шығады. Егер қиюшымен келетін болса. Ал енді бұл жерде бізде жанамамен келген екен, формула өзгермейді, тура жаңағыдай мына доғадан мына доғаны алып тастайсыздар. Ол көрсетілген. Так, кеттік. Енді қабырғасы дейді. Так, все. Қазір уже бізде есептер басталады екен. Пока мен видеоны осы жерден тоқтатайын. Есептерді екінші бөлікте түсірейін. Так, осының өзі бізде қанша сағат болған екен? Жарты сағат болған екен. Все. Балалар, осымен бізде қазір теориялық бөлім аяқталды. Жалпы түсіндіре алдым деген ойдамын. Дәптерлеріңізге бір жазып алыңыздар да, осыдан кейін практика болады. Міндетті түрде дұрыстап, абайлап есептерді шығарыңыздар.
Все, давайте.